Қазақ халқында алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал сәлем береді деген ғибрат бар. Бұл аталы сөздің астарында көреген абыз адамдар әр баланы болашақ елдің тұтқасын ұстайтын азамат деп қадірлеп, балаға жас кезден құрмет көрсете білетін даналық жатыр. Сондай үлкендік жол көрсеткен жайт Ақтөбе қаласында өткен Мөңке би бабамыздың 350 жылдығын атап өту кезінде болған еді. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылыми академиясының академигі, халықаралық және Ресей педагогикалық академияларының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның тұңғыш сенаторы, парламент сенаты комитетінің төрағасы Өмірзақ Озғанбайұлы Арман есімді баланың байсалдылығына, өнеріне, ақылдылығына сүйсініп, той өткен соң аталық ақ батасымен хат жолдайды. Арман, балам, Ақтөбе қаласындағы өткізілген ұлы баба Мөңке бидің 350 жылдығына арналған халықтық мереке тамаша өтті. Өзің де тігілген үйлеріңе келген қонақтарға жасалған қызметің, екі күй тартып беріп алған алғысың, бұл жақсылықтың нышаны. Бабалардан қалған сөз бар: бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер. Бұл дүниеде алғыс алғанға не жетсін? Маған әсіресе Тұран туралы күйің ұнады. Жігіттің күй тартып ән салуы ерекше өнер. Өзіңде де өнерге бейімдік бар екен. Риза болдым. Балам, өзің текті атаның, қасиетті шаңырақтың ұрпағысың. Оны білетін адамдар Кемейдулла атаның немересі, Мұраттың баласы ғой деп қадір тұтады, сыйлайды. Көргенді азаматтардың көзі ғой деп қадірлейді. Кемейдулла ағамыз Ақтөбе өңіріне адал еңбек еткен, тері сіңген қайраткер болған. Бірнеше аудандарды басқарып, туған халқына ағадал еңбек етіп, балалар оқысын деп мектептер салдырып, денсаулығына ақау түскен жерлестерін емдейтін ауруханалар, өсіп келе жатқан ұрпақ өнерлі болсын деп клубтар, халыққа баспаналар салдыртып беріп, алғыс алған басшы болды. Әкең Мұрат осы заманның білімді, білікті азаматы. Жүрген жері тындырымды, алымды шалымды іскер. Әкең ағаға лайықты іні, жастарға сүйікті аға болу қабілеті жетілген. Көп нәрсені айттырмай түсінетін, орындайтын сұңғыла ініміз. Мен өзім Мұратты мақтан тұтамын. Жігіт болсаң, осындай бол деп тілеймін. Арманжан, менің бір байқағаным, ата-анаң өзіңді үлкен үмітпен тәрбиелеп жатыр екен. Үстіңдегі өзіңе шап-шағақ костюмыңды ата-анаңның болашаққа деген ақ тілекті арманындай көрдім. Өз таңдауыңмен алып берген қолыңдағы домбыраңды өмірде асқақ өнерлі азамат болсын деген тілегі деп түсіндім. Біз бәріміз мақтанатындай алдағы өмірдің үлкен тұлғалы қазақ деген халықтың айбынды асқар азаматы болуына тілектес атаң Өмірзақ Озғанбаев. Күтпеген жерден академик ғалымнан ұлы тұлғадан хат алған Арман біресе қуанып, біресе қобалжып, қалай жауап беремін деп ойланып жүргенде Өмірзақ Озғанбайұлынан екінші мәрте хат келеді. Арман, өзіңе хат жазып жіберіп едім. Жауап хат болмады. Екінші хат жазып отырмын. Оқудағы, домбырадағы табыстарыңды жазып, хат жолдауды ұмытпа. Мөңке атаңның 350 жылдығына орай өздеріңнің тіккен киіз үйде отырып, менің өзің туралы айтқан әңгімем есіңде болар. Қазақтың классик жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісов сіздің үйде болған. Өзіңнің атаң Кемейдулла елге беделді азамат, атақты жазушымен сыйлас екен. Әбекең Қызылорда облысы Арал ауданы Құланды ауылында туған.
және бір мәліметтерде ол орта мектепті Шалқарда бітірді деп айтылады. Қазақстанның халық жазушысы, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазақстан Республикасының еңбек ері. Бұл мәліметтерді білгенің дұрыс және сыныптастарыңа айта жүр. Оның берген батасы, қолтаңбасы, суретін, кітабын жоғалтпай мұқият ұстағаның дұрыс болған. Ол ұлы адам. Дүниеге, киімге, той тамаша даңғазалыққа назар аудармаған, жол бермеген. Өмірінде туған күнін, мерейлік даталарын атап өтпеген жазушы. Өзің 3-ші сыныпта ма екен оқып жүрген кезіңде апайың Әбжәміл атаңның «Қан мен тер» романынан үзінді беріп, айтып беруге, жазып беруге ұсыныс жасаған кезде өзіңнің мәтін жоғары бағаланып 9 балл алған екен, бірақ бағалау жүйесі 10 балл болатын. Сол ең жоғары балдан үміткер өзің: апай, мен Әбжәміл атамның атын тек кітаптан оқыған ғана оқушы емеспін. Ол кісінің әңгімесін тыңдап, бірге суретке түскенім де бар деп фотоны ұсынғанымда апай таң қалды да менің жасаған сараңдығымды кешір деп және 1 балл қосып 10 балға жеткізген еді. Өмірде ақылды, тапқыр, талапшыл азамат болуыңа тілектес атаң Өмірзақ Озғанбаев. Аса құрметті Өмірзақ ата, хатыңызға ұзақ уақыт жауап бермегеніме кешірім сұраймын. Хатыңызды оқыған күннен жауап жазамын деп ойлап жүрдім. Десек те ыңғайы бүгінге бұйырды. Мектепте сабағым, одан басқа баратын 5 қосымша үйірмем бар. Солардың арасында жүгіріп жүріп, ұмытып та кетіппін. Қазірге барып жүрген үйірмелерім дзюдо, шахмат, ағылшын тілі, домбыра және IT программасы. Осылардың бәрін бірде алып жүруге тырысамын. Мен үшін сіз сияқты ұлы тұлғадан хат алу аса биік мәртебе деп білемін. Кемейдолла атамның көзін көрген, дәмдес, сырлас, замандас адам мен үшін асыл тұлға. Атамның сол заманғы өмір тарихынан сыр шертер жан, маған жақын адам атамсыз. Сізге тілерім ұзақ өмір, қажымас қайрат пен күш жігер. Елімізге, жерімізге берер еңбегіңіз сарқылмай, әлі талай-талай асулардан асыңыз. Сіздің маған арнап жазған хатыңызды қағазға басып, өлмеме іліп қойдым. Бұл хат мен үшін үлкен мотивация. Қазақтың академигі мен өнерлі баласының арасындағы осы жазбада шынайы ілтипат, үлкенге құрмет, кішіге ізет тұнып тұр. Өмірдің алдыңғы толқыны кейінгі толқынды иіріп, өз арнасына қосу деген осы емес пе? Иә, өнегелі жол көрсетер, бала бойындағы даналықты тани білер, дария кеуде тау мүсін тұлғалар аман болсын. Үлкендердің батасын алып, ізін басар балалар дана болсын.